Мен ол жерге дым шықпайды деймін саған. Дым шықпаса да алды ғой сапархандар. Сен өзің жалқаусың. Тіл тартып сөйле. Не айқайлайсың, не айғайлайсың? Шірете қалды ғой тура. Бар да көлдің жағасынан ал жерді. Еркектердің тірлігіне араласпа деймін саған, Зухрай. Араласпасам бітірем дүріп жоқ қойма сенің. Саған айт не, айтпады не, шапалақпен тарт жері тылғатынсың ғой сені. Кете бар, Орал! Не істеймін, ана қатынды молдығы алдын не істеп жүрем? Сізді қойдыңыз ба дедім ғой сұрақта. Жоқ, анан тілі ұзарып бара жатыр, бар бұл? Не қысқарту керек, не жолы болу керек ана? Оның тілі ұзарып бара жатыр ма, сенің ақылың қысқарып бара жатыр ма? Қалай сонда? Негізі сондай екен бағыр. Еркектің ақылы қысқарса, әйелінің тілі ұзарады екен. Еркектің ақылы, ой парасаты биік болатын болса, онда әйелінің тілі де қысқа болады. Өзімізге байланысты деген де ол. Жоқ, мысалы қараңызшы, негізі қыз деген қылықты болмай ма, қыз қылығымен тәтті. Бір тәттілігін көрмедім ме анан? Яғни қылық деген бәрі тәтті бола береді дейсің ба оған? Тәтті бола берсе де дәмі кетеді бір күні. Ол қылықтың ішінде мінезі болады қыздың. Ол мінездің ішінде жаңағыдай келіндікідей аш-шашы тіндері де болады. Соларды өткізіп жіберіп, сабырлықпен қарап, кешіріммен қарап, өткізіп жіберсе, оның аржағынан келеді ғой тәтті қылықты. Күту керек та. Күтіп отыру керек. Өткізіп жібер. Өткізіп келе жатыр, просто андай. Жаңа тілдің әшшілігіне жағаласпайтын жерге жағаласа береді. Енді пағыр бір жағынан ұрыстың шығып атқаны да жоқшылықтан да. Сон келінде бірдеңе боса дейді да, үйде отыра бермей әйтеуір бірдеңе тапса, нан тапса дейді да. Көп жағдайда осы жоқшылық қой. Ерлі-зайыптыларды ұрыстырып, ақыры ажырасуға дейін баратын. Кімдікі дұрыс сонда? Келіндікі дұрыс. Ол енді артынан қамшылап, үйтіп не қылмаса, жүре бересіз, қазір жыламаған балаға емшек жоқ дейді. Мысалы, атамды білеміз ғой, атам қанша жыл жұмыс жасады ғой ұжымда. Мүмкін емес, ол атамның еңбегі еленбей, сен қазір мысалы жерсіз қалып кеттің. Жұрттың бәрінде жер бар қазір. Сен сияқты қаншама осындай кембағалдар жерсіз жүр ауылда. Ана қолында қауқары барлардың бәрі ұжым тараған кезде алып жақсы жерлердің бәрін. Болысты дұрыс болса болды онда. Болысты дұрыс, болысты бұлай қалдырмау керек. Оны ашу керек, оны жердің мәселесін шешу керек. Күзем міне, о соңғысы. Сен соңғысы деп ше, садақ 3 күннен бері мына жердің бәрін артқы аяққа толтырдың ғой. Алдығы аяқта бұлардың. Алды жайылып жүр оның. Не істейін, күлейін ба? Не істеп отырсың да, сен қақтана отырсың да бұл бәрін? Сен қақтанағанда өзіміз баяғы бизнес қосып. Сен баяғыда не бизнес істейтін ең? Сауданың жол жіңішке сол ғой. Ол қызың жол емес па ол? Қайсы? Жаңа жіңішке жолды айтамын да. Сіздер әңгімені соясыз ек өзіңіз. Сою мен жұмысым ғой бауырым. Ал Сыдық бір күн сені сойып атпаймын мен. Құдай сақтасын ондайдан. Сақтансаң сақтайды. Мұға қайда? Мұға қалаға кетті ғой. Шынымен темар? Жайша? Машина көрем дейді. Машина болғанда не бана газель бар ғой арты дәуше жүк таситын. Ақша шоу. Күзек өке мен кеттім онда жылжыдым. Сен бетсе онда? Жылжыса сен? Өзімді сол ойлап тұрам. Жақсы. Жақсы. Алды бөлек жайлай беретін бе де? Ай көшін. Ал біз. Ай, молдыға сәл авайлаңш. Тиіп кетейін деді, сәл-ақ қалды ғой. Сәл-ақ қалдырып ұрып атырмын сөйтіп. Тағыр ойымдамасай, миллиметрмен өткізіп жіберем бе, тигізбеймін. Ой, қош. Қалай балам басын жардыңыз ғой сөйтіп жүр. Енді молдыға мына жерге не еген деп атсыз? Не ексем, соны ұрам ба деп жатырмын бақыр. Жоқ, енді ек тастап кетпейді шығарсыз. Әйтеуір егет шығарсыз деп. Білмеймін.
мақта егетін шығар, мына бас жағына ғана қауын жіберем дағына. Нағына мақтама бірдеңе егетін шығар. Менің ойым банан ексеңші, банан. Молдака! Пақыр! Ана кім айқайлап тұрған? Молдака. Банан да банан. Молдака! Пақыр! Кім екен ана? Мұқа мекен. Бітімі мұқыға ақсайды. Ай, мұға емес ол. Білмейді тыныштық қой, аман айқайлап атыр ғой. Жұрттар Эквадордан әкеп атады ғой, өзіміз бір банан егіп көрмедік па? Молдака. Молдуға. Ау. Пақыр! Барып біліп қайтасашы бар. Керек адам өзі келеді өз. Не қыламын? Пақыр! Молдака! Или киви егеміз бе, киви. Пақыр! Молдака! Барып біліп қайтасашы пақыр. Қойшы Молдака, өз проблемасы өзіне керек адам келеді дедім. Талай келдім ғой кезінде. Кімге? Сізге. Пақыр! Молдака! Бексет, Ал, ажырасып кеттің бе сен тағы? солай болып қалды енді Абеке. Неге олай болып қала береді ол? Абеке. Кісі көңілін ұғу оңай ма? Отбасылық өмір дегенің шытырманға толы өрнек екен ғой. Бақыт құсы дегенің өте үркек келеді екен Абеке. Мынау қолыма қондау деп енді ұстауға қол созып отқан кезде ұшат та кетеді. Сіздер мен түсінбейсіздер ғой Абеке. Отбасылық өмірдегі... Отыр машинаға, от алдыр ана. Түсінбейсіздер, отыр ба, Назбеш! Естің бе? Мен жүрегім дауысын. Топас, өшір. Мотордың дауысын естің бе? Нормально сияқты. Ешқандай да нормально емес. Кім машинасы мынау? Мұғанікі ғой. Мұға? Қашан келді ол? Кешке жақын. Тыныштық па? Тыныш, майын ауыстырма. Айтсаңыз сен. Тыныш деймін. Ол айтасаңыз сен. Ей, тыныш. Сосын сен маған өмір жайлы әңгіме айтпай қойшы, жарай ма? Неше бала шағаң бар өз? Балам жоқ мен. Неше рет әйел алдың? 5 рет. 5 рет әйел алдың, бір бала шағаң жоқ. Менің бір әйелден 5 бала шағым бар, білесің ба? Әйелді емес, сен ауыстыру керек сияқты ғой. Қойыңызшы Абеке. Қойыңызшы болғанда да. Бірінші наң майын ауыстыр. Сосын сен ауыстырамыз. Былтқа ауыстырып қоямын. Сосын ана, мұқа келгеннен кейін маған жолықсын айт. Мақыл айтамын ғой. Майын ауыстыр. Мен не жұмыс бар? Кім болды, ей? Ташкенбай ма екен, ей? Сон барып біліп келе салатын уақыт болды ғой пақыр. Жоқ, ол да келе салса болады да, Енді кемей жатыр ғой сен сияқты біреу де ол да санасып қалған. Или Жаңабай ма екен, Кеште бопты ғой өз. Кеттен бара салайық енді. Жүр кеттік. Бара тұрғау! Не болды? Тентек адам құсамай, айғайлап тұра бермей, бармайсың ба қасымызға? Сен болады ғой. Тентек. Не болды, тыныштық па? Екі жаңалығым болып тұр сол. Біреу жақсы, біреу жаман ба? Екеуі де онша емес болып тұр ғой сол. Айтшы, не болды? Біріншіден бастап... Ой, айта берші, бәрі бір ғой. Сіздің серіңіз жоғалды. Екіншісі. Сиырлар маңызды емес болып тұрма сонда сізге? Біліп олайық та енді екеуінде.
Екіншісі Мейрам ақсақал құлады. Жоқ, өлмеген ондай емес. Адам сөйтіп жеткізе ма бұндай жаңалықты? Қазір жақсы доғдырлар келді, қарады, сол екеуін шақырып жатыр. Сөйтіп жеткізе ма адам? Мен де өзімді сасық қалдым ғой естіген кезде. Сөйтіп айқайлай бердім ғой жаңа. Уайым болды ғой, Сиырлар ма? Мейрам ақсақалды айтамын, сиырлар. Жоғалар, таулар көреміз деп бұйырған. Кеттік. Айналайын Жонкабай. Молдекең мен Пақырға айтатын аманатым бар айналайын. Ренжімесең. Ой, ренжитін несі бар ақсақал? Айтыңыз, орынды ғой, айтыңыз. Тентек, саған шықсайды қадыр. Айта берсең, шыққан ес. Тентек, Жонка, шыға тұршы. Бөтен емеспін ғой? Жоқ, енді шыға тұршы. Үйістіп қаласыңдар ғой, айта берсең. Молдабай, аузынан ақ ет кіріп көк ет шыққан аңқылдағы жігітсің ғой. Ақ ет кіріп көк ет шыққан нес? Мағанасы басқа ғой? Ойбай, мақалдан шатастым. Аузыңа адалдық кіріп, шындық шыққан жігітсің. Жаным. Мақтамаңыз ақсаға, мақтамаңыз. Пақыр, сенікі де жақсы көрем. Маған да бір мақал ұрып жіберсеңші, ақсақал. Мақалсыз өзіңді жүрейін ба? Жоқ, мақалмен ұра беріңіз. Айналайын, мақал датып тұратын менде уақыт жоқ. Аманатты айтып үлгермейін ба? Шыға тұршы сен де. Не қылдыңыз? Осылай, Молдекеңді шығарып жібермеңіз, ата. Бош тестес, айналайын. Айтыңыз ақсаға. Айналайын, Молдеке. Не болды, Молдеке, тыныштық па? Тыныш, мұған табу керек. Мұқа жайша? Мұған табу керек. Кетеміз. Сен Әбжанға бар? Бұл. Әбжан шақыр. Кеше жұмыста кім болып еді? Қасым. Қасым болды ма? Қасым. Қасым шақыр маған. Şimdi. Ассалаумағалейкум. Алейкум. Қайсыздар? Аллаға шүкір. Жұмыстар қалай? Жұмыс жай жүріп жатыр. Бүгін жылдамдатып кеткен жоқ па? Түсінбедім. Бүгін тездетіп кеткен жоқ па деп жатырсың да? Жоқ, жай. Күзембай. Сиырды сирағынан танитын қас-қасапшы екенің аймаққа мәлім. Мойындаймын. Енді мақтауға бола келіп тұрған жоқ шығарсыз бірақ? Сен мақтағанда бүгін қанша сиыр келді? Бүгін 3 сиырдың жамбасы еті келді ғой. Тек жамбасы ма? Иә. Бас жағы жоқ. Бас жағы жоқ. Жарайды. Жоқ, Молдеке айтпақшы, сіз сиырларыңызға укол салдырған ба едіңіз? Укол кеше алдыңмен азанда салдырдым таңертең. Алдыңмен азанда. 3 сиырға да, иә? 3 сиырға да. Жайша? Жай. Мұған көрмедіңіз ба? Оны көрмедім. Жай? Жай. А мен онда тездетейін, сенде бәрі жай екен. Ішке кіріп тамақ ішіп кетпедіңіз ба? Дайын. Келесі жол. Жонка, осы сен жағымсыз жаңалықтар тасу жаның сүйе ма бірдеңе, андай бегемот жұтып қойған жылан құсап. Олай демеңіз. Жаңалық жеткізуші көгершін деңіз. Жаңалық жеткізуші көгершін емес, өсек таситын қаз. Қасым, сен қанша сиыр бағасың негізі? 500-ге жоқ қой, құмда. 500-ге жоқ ұра берем ғой мен. Сенен бай адам жоқ екен ғой, дей салатын адамдар бар. Пақыр, не үшін шақырдың мен? Ана Молдекен ғой, өз білет, білмеймін әйтеуір. Жұмбақтап сөйлейді, білесің ғой, Молдекен. Қашан келеді Молдекен? Мына келіп.
Ассалаумағалейкум. Молдеке қалайсыз? Амансыз ба, отырыңыз. Молдеке қалайсыз? Амансыз ба? Қалайсың? Қалайсыз Молдеке? Жақсы шүкір. Денсаулықтар жақсы ма? Жақсы, жақсы. Жеңшем қалай? Жақсы. Бала шаға? Жеке сұрамаш. Басында жақсы дедім ғой, бәрі соның ішіне кіреді. Бүгін жұмыста болдың ба? Иә, болдым. Тыныштық ба? Тыныштық. Анау мініп жүрген қызыл жібер екендікі. Бажамдікі ғой, тыныштық ба? Бажаң баяғы анау мал фермасында істеген сайлауда, иә? Дәл өзі. Тыныштық ба? Тыныштық болғанда, тыныштық болмай тұр ғой сол. Не болып қалды, тыныштық ба? Тыныштық па Молдеке? Жарайды әбі, сен бара берме. Қасым, кел. Тыныштық қыңыздар. Тыныш жүрші. Көзіме қарап, тік айтшы Қасым. Сыдық кім болады саған? Классасың ба Молдеке? 11 жыл бірге оқығанбыз. Сыдық классасың, иә? Қасым, сен ел үмітін арқалаған жансың. Қасым әкім болып кеткен ба? Әкімнен де жауапты іс пақыр бұның ісі. Бүкіл жұрттың малын бағып жүрген адам. Мен Молдеке білесіз ғой, басқа сізге қиянат жасамаймын. Нан ұрсын, мен бұл іске қатысым жоқ. Қасым, қазір бір қабылмен бір ағырам, еще высший сорт. Высший сорт артықта болады, үшінші сортпен көрсей. Да? Ішіне тас салып, үшінші сорттың, қап оның ішіне. Или онсыз ше, тек таспен ұрсан. Ол да бір вариант. Енді айтып жатырмын ғой Молдеке, жаңа да айтып жатырмын. Мен сізге қиянат жасамаймын ғой Молдеке, білесіз ғой. Тек қана маған ба? Ол жерде тек қана менің сиырым болып тұрған жоқ. Бүкіл ауылдың малы. Көпшілікке қарау тек қана маған емес. Қасым. Жарайды, сен демал бар. Не көттіңіз? Дөм түсінбедім мен, Молдеке. Мен де түсіне алмадым сол ештеңе. Кім, қалай, қайда? Молдеке, бәрібір мына ауыл сіздің қиялыңыздағыдай бола бермейді. Ауылдан шындық кеткен қазір. Дұрыс айтасың, Пағыр. Қазір барлық әйтеуір алдамшы, барлық әйтеуір көңіл үшін бір өтірік күлкі, өтірік сыйластық, андай жасанды екен көрініп тұрады да көп жағдайларда. Шынайылықтың шетінегені қашан, Пақыр. Соның бәрін түзеткіңіз келеді өзіңізді. Түзеткім келгенде жігіт дейді Пақыр, жігіт майданда сыналады дейді. Енді біз соғыста жүрген жоқпыз ғой. Енді сол майдан дегеннің барлығы бір барып кәдімгі автоматпен атса беру масаған. Мынау біздің жүрген қазіргі мына заманымыз, біздің майданымыз мына майдан. О, бұрынғы жаңа ғана қарумен атысатындардан қайда қауіптірек. Қайта олар ана жау алдынан келіп қарап тұрып атады. Біз жауымыз қай жақтан қашан келген, және қашан келіп қойғанын да білмей қаламыз. Білдірмей келеді. Ішімізден шығады өзіміздің. Пақыр қазір қиын. Шешенсіз ғой Молдеке. Мақтама Пақыр, мақтама. Білесің ғой, жанам келеді мен мақтанам. Жоқ, бұлай айтады. Енді не жазбас? Сәл төмен. О, сонда да данышпансыз да деймін да. Молдеке.